Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен сүзбеден сырнеке жасап үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. Сүзбемізді алып, оны шанышқының көмегімен езіп бір қалыпты масса жасап аламыз. Егер сіздің сүзбеңізде су болатын болса, оны сығып алу керек ең алдымен. Сырнеке жасағанда сүзбеміздің ең басты ингредиент екенін ұмытпаймыз. Оның майлылығына, жұмсақтығына мән беріп қараймыз. Егер шанышқымен қиындау болып жатса, блендермен де езуге болады. Үстіне бір жұмыртқамызды, шым-шым тұзымызды және 2 қасық қантымызды салып араластырамыз. Осы этапта біз қолымыздың көмегімен де араластырсақ болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне ұн саламыз. Мен сүзбеге 2 қасық ұн салдым. 2 қасық маған жеткілікті болды. Ал сіздер одан көбірек салсаңыздар да болады. Ол сіздің сүзбеңіздің сулы емесіне байланысты. Ұнды араластырып алғаннан кейін қолымызбен қысып қараймыз. Егер ол өз қалпын сақтап тұрса, біздің сырнеке жасалуға дайын деген сөз. Ұнымызды сеуіп аламыз, жұмыс орнына да себеміз. Енді бір домалақша етіп домалатып аламыз. Домалақша етіп жасап алдық. Енді оны теңге бөліктерге бөліп шығамыз. Үлкендеу етіп жасайым десеңіздер 7-ге, 5-ге бөлуге болады. Немесе кішірек жасайым десеңіздер, одан көбірек бөлшектерге бөлесіздер. Қолымыздың көмегімен бөлшектерді домалатып аламыз. Кесілген жерге ұн жағып, немесе сеуіп аламыз. Бұл біздің қолымызға жабыспай жақсы жұмыс істеуіміз үшін керек. Домалақшаларды қысып бір қалыпқа бәрін бірдей келтіріп аламыз. Енді пышақты немесе шпатель алып, біздің сырнекенің шетін және бетін бәрін тегістеп шығамыз. Егер сіздерге пышақтың көмегімен істеген қиындық тудырып жатса, стаканның көмегімен де істеуге болады. Оны да сіздерге көрсете кеттім. Стаканмен істеген әлде қалай жеңілірек. Сырнекиді істеген кезде оны биігірек істеген жақсырақ, себебі қуырған кезде ол түсіп қалады. Осылай пышағымыздың көмегімен түзулеп алдық. Бәрі бізде дайын болды. Енді біз табамызды қыздырып аламыз да үстіне аздаған май құямыз. Өсімдік майын құйған дұрыс. Сырнекелерді орташа отта пісіреміз. 2 жағы да қызарып піскенше қуырып аламыз. Асты қызарған кезде екінші жағына аударып, табамыздың бетінде жауып қоюға болады. Бұл біздің сырнекенің арасына буымыз кіріп, жақсы пісуіне өз әсерін тигізеді. Осымен біздің сырнекеміз дайын. Осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Жұлдыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып кетіңіз.